Қарашы, Еркін Жолдасұлы тағы да қызымен бірге, деді жас медбике балалар бұрышында сурет салып отырған қызға көз тастап. Я, 4-ші кезекшіліктен бері осында, деп жауап берді ересектеу әріптесі. Ер адамды аяймын, өзі бөтен қалада, ал қызы биыл мектепке баруы керек. Балабақшаны бітірген, бірақ мектепке әлі бармаған. Әкесінің қасында жүр. Ал әйелі қайда сонда, деп таңғалды жас медбике. Әсемі бар еді ғой. Ой, Гүлсім, сен білмейсің бе? Қайдан білейін? Демалыста болдым ғой. Я, сен демалыста болғансың ғой, деді үлкені күрсініп. 3-4 апта бұрын Әсем біреумен кетіп қалған. Күйеуін де, қызын да тастап. Содан бері Еркін Жолдасұлы жүдеп кетті. Бірақ қызына өте мейірімді. Айтады, бастық баламен не істеу керектігін сөйлесіпті. Бірақ әзірше ештеңе демепті. Тек уақыт берем деген екен. Мәссаған деп таң қалды Гүлсім. Тағы да бір әйел жатыр осында. Өте бай, біздің 10 аурухананы сатып ала алатындай. Барлығы бас тартқанда Еркін Жолдасұлы көмекке ұмтылды. Әйелді ажалдан құтқарды. Қазір ол комада, ал дәрігер одан ажырамай жүр. Ал қыздың аты кім екен? Балауса, өте ақылды, мейірімді, ешкімге кедергі жасамайды. Нағыз алтын қыз. Ал ана бай әйелдің жағдайы бір түрлі. Үйінің жанынан ұрып кеткен күйде тапқан. Күйеуі бар дейді, жақында ғана үйленген, ол жас екен. Тағы да естідім, әйелдің аяқ киім дүкендері бар көрінеді. Сол сәтте дәлізге Еркін Жолдасұлы шықты. Қыздар, мен 7-ші палатадағы науқасқа жаңа тағайындау жазамын, деді ол. Өзгеріс бар ма деп сұрады. Ерте айтуға, бірақ я, бар сияқты, деді дәрігер. Балауса бәрін естіді. Әкесі сол әйел үшін қатты уайымдап жүргенін білетін. Бәрі ол оны ажалдан құтқарды дейтін. Балауса әкесін қатты мақтан тұтты, бірақ әйелге жан ашыды. Бүгін ол сол әйелдің күйеуінің сөйлескенін естіп қалды. Тіпті әдейі тыңдады десе де болады. Ер адам диванда отырып, телефонмен ұзақ сөйлесті. Бірнеше рет Балаусаның әкесінің атын атап, жаман сөздер айтты. Қыз жайлап тұрды. Әкесі мен Толқын тәтесі ем-шаралыққа кеткен, ал жас медбике қағаздарға үңіліп отыр. Балауса палата есігінің алдына келіп тоқтады. Ол әйелге жиі қарайтын, бірақ ол ауырып жатқандай емес, тек ұйықтап жатқандай көрінетін. Қызым, мұнда кіруге болмайды, деді Гүлсім тізерлеп отырып. Білем, деді Балауса сыбырлап. Тек қарап тұрам, мүмкін ол оянып қалар, ал әкем жоқ қой. Қыз жымиып қойды. Уайымдап тұрсың ба? Ал дәл сол сәтте Шынар алыстан бір дауыстарды естіді. Бір жерде адамдар бар сияқты, бірақ оны қоршаған тұтқыр қара түнек еді. Шынар бар күшімен күресіп жатты, ұзақ, шаршағанша, тіпті мәңгілікке созылғандай. Бірақ еш нәтиже жоқ. Ол күйеуінің қайда кеткенін түсіне алмады. Неге көмектеспейді, неге қолын созбайды? Ол ғой оның сүйікті, ең жақсы күйеуі. Бірақ ешкім жоқ. Шынарға жалғыз күресуге тура келді. Тағы да дауыс. Бірі сондай нәзік, сылдыр қоңыраудай бала дауысы. Егер қасында балалар болса, демек бұл жер қорқынышты емес. Сол ой оған күш берді. Шынар бар күшімен ұмтылды. Денесін шаншып өткен ауырсыну, бірақ сол ауырсынудың өзі жақсы сезілді. Өйткені одан бұрын ештеңе болмаған, тек қараңғылық пен үнсіздік. Ал енді өмір, тыныс, жан. Жақыннан бала мен әйелдің сөйлескен дауыстары естілді. Егер мен сол тәте болсам, өліп қалғандай түр танытар едім, деді бала. Сонда күйеуі қандай екенін көрсетер еді. Шынар көзін ашуға тырысты. Басынан өткір ауырсыну өтіп, ол ыңқ етті. Әкеңді шақыр, деді біреу асығыс. Жақыннан біреудің тынысы сезілді. Тыныш, сабыр етіңіз, деді әйел дауысы. Сіз ауруханадасыз, қозғалмаңыз, естіп тұрсыз ба мені? Я, деп әлсіз сыбырлады Шынар.
1 минут өтпей жатып айналасында адамдар қозғалды. Ол сәл көзін ашып ауруханада жатқанын түсінді. Біреу ине салды, ауырсыну басылды. Сана ашыла бастағанымен қайта ұйқы қысты. Ол шексіз ұйықтап жатқандай болды. Оянғанда палата тыныш еді. Жарық, төбе, қабырғалар бәрі сондай әдемі көрінді. Тіпті басындағы тамшылап тұрған тамшылатып тұрғыштың өзі қуаныш сыйлады. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз деп дәрігер дауыс естілді. 40-тар шамасындағы ер адам, шаршаған, бірақ жылы жүзді. Білмеймін, қанша уақыт өтті өзі. Дерлік 3 апта болды. 3 апта Шынар сенбей қайталады. Кеше ғана үйдің алдында көліктен түскенде едім. Содан кейін қараңғылық. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы деді дәрігер. Күйеуіңізге кеше хабар бердік, бүгін келеді. Өйткені кеше түн болып кеткен. Түн болды дейсіз бе? Деп қайталады ол сыбырлап. Жоқ, бұл күйеуім бола алмайды. Ол оны ешқашан осылай тастап кетпес еді. Бәрі біртүрлі, логикаға сыймайтын. Күйеуі ғой оны шын жақсы көретін. Ол мұнда, осындай қарапайым ауруханада жалғыз жатпайтын еді. Күйеуі қасында жоқ еді. Мүмкін онымен де бірдеңе болған шығар. Немесе біреу қорқытып жүрме. Бірақ Шынардың мұнда жатқаны тегін емес сияқты. Ойланып үлгермей есік сықыр етті. Шынар, Ербол, сен қайда болдың? Шынар, сен мұндасың ғой, ал менде жұмыс күтіп тұр, деді ол орындыққа отырып. Бірақ әйелін сүймеді де. Шынар абдырап қалды, бірдеңе дұрыс емес еді. Ерболдың телефоны шырылдады. Ол асығыс тұтқаны алып, әйелімен көзі түйісіп, кешір, маңызды қоңырау деді. Бірнеше минуттан кейін қайта кіріп, өзіңді қалай сезініп тұрсың? Жақсы, сәл шаршадым. Тыңдашы, мені бір маңызды кездесу күтіп тұр. Кейін келем, деп жауап та күтпей шығып кетті. Шынар көзін жұмды. Қызық болып барады деп ойлады. Сол сәтте есіне баланың даусы түсті. Егер мен сол тәте болсам, өлгенсіп жатар едім. Күйеуі қандай екенін көру үшін. Шынар езу тартты. Неге байқап көрмеске? Дәрігер таңырқай қарап, сіз не айтып тұрсыз? Бұл мүмкін емес. Мені түрмеге отырғызғыңыз келе ме? Жоқ, деді Шынар сабырмен. Ештеңе айтпаңыз, тек түріңізді салқын ұстаңыз. Мен өтінем, маған күйеуімнің шындығын білу керек. Сеніңіз, ол менен бір нәрсе жасырып жүр. Дәрігер біраз үнсіз қалды да, сізді біреу алдаған ба өміріңізде деп сұрады. Оның көздері мұңға толды. Бірақ Шынар енді тоқтай алмайды. Палатаға медбике кірді. Күйеуіңіз келді, кірсін бе? Гүлсім, сен кіреберіске бар, мен қазір шығам, деді дәрігер. Қыз шығып кеткен соң ол Шынарға қарап, бұл мен үшін қиын шешім, бірақ мен сізді түсіндім. Адамдар бір-бірін алдамауы керек, деді де есікке беттеді. Дәлізде күйеуі тұр екен. Неге сонша ұзақ? Менде жұмыс күтіп тұр. Еркін Жолдасұлы ауыр күрсінді. Маған өте өкінішті. Неге? Деп аң-таң болды Ербол. Дәрігер басын шайқап, дәліз бойымен кетіп қалды. Ербол палатаға кіріп, орнында қатып қалды. Төсекте ақ жаймамен жабылған дене жатты. Бір-екі қадам жасады, саусағымен түртті, үнсіздік. Ол иығын дүзеп, баяу демалды. Рахмет Құдайым, әйтеуір бітті. Телефонын шығарып, біреуге қоңырау шалды. Қымбаттым, бәрі болды, я өлді. Дәл қазір. Оларға ақысын береміз. Әрине, бірақ жұмысты нашар істеді. Осы үшін қанша жүйкем тозды. Сосын күлді. Енді біз еркінбіз, еркін. Мұхитқа, теңізге барамыз. Бірақ дәл сол сәтте бұрылып еді, есікте дәрігер тұр екен. Қолын айқастырып, үнсіз қарап тұрды. Ерболдың даусы шықпады. Ол бәрін естіді ме деп ойлады. Бірақ шынында енді бәрі бір еді. Әйелі жоқ. Сол оймен қалшылдап, телефоны қолынан түсіп кетті. Төсекте өлген деп ойлаған әйел енді тірі отыр.
қолында телефон. Шынар 5 минут бойы Ерболдың әр сөзін жазып алған еді. Сен деп ол сасқалақтап, өңі ағарып, дәрігер тыныш қана төсектің жанына келіп, мен де куә болам деді сабырмен. Сендер бәрің жауап бересіңдер, мен сендерге көрсетем деп айқайлады Ербол. Есікке қарай жүгіріп кетті. Ол есікті тарс шауып шықты. Еркін Жолдасұлы Шынарға қарап, артынан ұстайын ба деді. Жоқ, керегі жоқ, бұл іспен арнайы адамдар айналысады, деді Шынар баяу үнмен. Көздері жасқа толды. Кешіріңіз, мен жалғыз қалсам бола ма? Дәрігер үнсіз басын изеп шығып кетті. Есік жабылған сәтте Шынардың шыдамы таусылды. Ол жылады. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, жеңілдік пен босанудан туған көз жас еді. Қанша уақыт өткенін білмейді. Кенет біреудің өзіне қарап тұрғанын сезді. Жанында кішкентай қыз тұр екен. Сен үлкенсің ғой, неге жылайсың, деді ол байсалды түрде. Шынар күлімдеді. Үлкендер жылай алмай ма сонда? Жылайды әрине, бірақ аз ғана. Мысалы, анам кеткенде менің әкем де жылады. 2-ақ тамшы жас. Сосын тоқтады. Шынардың қасы көтерілді. Міне, сондықтан ғой дәрігердің көзінде мұң бар. Ол көз жасын сүртіп, жылы жымиып, ал сенің атың кім? Инелек деді. Қыз таңырқай қарап, сізге әкем айтты ма мені солай атайтынын? Жоқ, өзім болжадым. Менің атым Балауса, бірақ мұнда бәрі солай атайды. Ал әкем Инелек дейді, деп жауап қатты қыз. Шынар өзін біртүрлі жеңіл сезінді. Қызбен сөйлескен сайын көңілі жайланып, жан дүниесі жылынды. Олар біраз сөйлесіп отырған. Кенет есік ашылып, Еркін Жолдасұлы кіріп келді. Балауса, бүкіл ауруханадан іздеп жүрмін ғой, деді ол сыңай танытып. Кешіріңізші, енді қайталамаймын, деді қызы. Шынар қыздың қолынан ұстап, ренжімеңіз оған дәрігер, өте тамаша қыз, мені жұбатып, ойымды орнына түсірді, деді. Дәрігер жымиып, орындыққа отырды. Амал жоқ, бала күтуші таба алмай, өзімен бірге алып жүрем, деді. Келесі күні ауруханаға полиция келді. Олар Шынармен ұзақ сөйлесті. Кейін тағы бір топ ер адамдар келді. Бас дәрігер қатты абыржып, дәліз бойы ары-бері жүрді. Кешке қарай Шынар үйіне шығуға рұқсат сұрады. Жоқ, сізге әлі ерте, деді бас дәрігер. Онда маған жеке дәрігер бөліңіз. Мысалы, Еркін Жолдасұлы. Бұл мүмкін емес қой, деді ол сасқалақтап. Егер мен оны жеке ақ төлеп жалдасам ше? Қызы да уақытша менде болсын. Сіз оны ресми демалысқа шығарыңыз, ал мен ауруханаға жөндеу үшін ақша берем. Бас дәрігер сілейіп қалды. Бұл әрине біртүрлі шарт еді, бірақ ешкім зиян шекпейді ғой. Керісінше бәрі ұтты. Балауса бірден айтты, бұл үй ұнайды. Шынар да солай ойлады. Және ол мүлде қарсы емес еді. Егер Еркін екеуі осы жерде бірге қалса, Еркін сасқалақтап, қыз үшін кешірім сұрамақ болды. Бірақ Шынар жымиып, қызыңыз үшін үнемі кешірім сұрай бермеңізші. Ол кейбір ересектерден әлде қайда ақылды әрі мейірімді, деді. Сол сәттен бастап олардың жаңа өмірі басталды. Кейін сот өтті. Еркін Шынардың емдеуші дәрігері әрі жақын адамы ретінде соттағы әрбір сөзді ауыр қабылдады. Сот суық дауыспен бәрін тізіп шықты. Соққыларды, жарақаттарды, күндерді. Айыпталушылар орындығында тек күйеуі емес, оның көңілдесі мен ақылы үшін әйелді өлтіруге жалданған 2 еркек отырды. Сол сәтте Еркін түсінді. Енді ол ешқашан Шынарды жалғыз қалдырмайды. Оның қолынан ұстап, өзіне серт берді. Шынар да оған қарап, жылы жымиып, оның алақанын өзінікімен жапты. Соттан кейін өмір біртіндеп қалыпқа келе бастады. Еркін жұмысына қайта оралды, бірақ Балаусаны өзімен ала бармайтын болды. Қыз енді үйде еді.
өз үйінде, өз анасымен бірге. Шынар ісін солай реттейтін. Еркін кезекшілікте болса, мектептен балаусаны өзі алатын. Жұмыс, үй шаруасы, ал кешке үшеуінің бірге дайындайтын кешкі асы. Бірақ ең қызығы олар балаусамен бірге өздерінің үйлену тойына дайындалып жүрді. Балауса мен бірінші болып сөйлеймін, анам мен әкем үшін, деп мақтанышпен айтатын. Осылай бір кезде көз жасы төгілген үй енді күлкіге толды. Өмір жалғасты, адал, мейірімді, шынайы. Құрметті оқырмандар, сіздерге бұл әңгіме ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар.